Қаланың тарихы да адам тағдырына ұқсас. Оның да шарықтау сәтімен тоқырау тұсы болатыны баршаға аян. Мәселен, Жезқазғанның жылнамасында 70-ші жылдар жарқын жетістіктерімен жазылады. Ресми деректер бойынша сол жылдары кен игеру саласынан 10-нан астам социалистік еңбек ері шыққан. Атап айтсақ, комбинат директоры Виктор Гурба, басқарма директоры Мұхит Бөпежанов, трест басшысы Ғазиз Омаров, геолог Василий Штефанов, кеншілер Леонид Тузов, Әубәкір Құсайынов, Федор Лукинский, Қасымхан Кентаев, Демберген Баймағамбетов, құрылысшы Владимир Раковский. Солтүстік руднигінің Роман Гаевой экипажы 5 жылдықта карьерден 1 миллион 100 мың куб метр кен рудасын тасып шығару жөнінде міндеттеме қабылдап, бұл жоспарды 3 жылда орындап шыққан. Ал Людмила Попкова 25 жыл бойы Байыту фабрикасында атақты еңбек екпіндісі болған танымал тұлға. Екеуі де Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаттары. Ал еңбек адамдарының мұндай табыстары өндірістің өсіп, қаланың дамуына, жалпы облыстың өркендеуіне оң ықпал ететін факторлар. Облысты көтеру біздерге парыз болды. Сол парызды біз адамгершілік қасиеттілігімізбенен атқардық. Облыс тез арада көтеріліп, биік межеден көрінді. Жезқазған облысы бұлай басқа облыстармен салыстырғанда өзінің деңгейін көтере білді. Облыс көркейді, дамыды, ұлғайды. Қазақстан Республикасына көптеген еңбегін сіңірді деп білемін. Жезқазғанның негізі жұмысшылар поселкесінен қаланғаны тарихтан мәлім. Демек, бұл өңірде жұмысшы болу зор абырой, құрмет саналған. Қазір ғой жастардың металлургтен гөрі менеджерлікті қалайтыны. Ал 70 жылдары бұл қалада әулетімен бір цехта немесе бір зауытта жұмыс істейтін отбасылар көптеп саналатын. Солардың бірі Жезқазған өңіріне кеңінен танымалы Доспановтар әулеті. Негізінен металлургия саласын таңдаған бұл әулеттің еңбек өтілі 270 жылдан асып кетеді. Қазірде Жезқазған мыс зауытында Доспановтар әулетінен 5 адам еңбек етуде. Жылдан жылға біздің қаламыз өркендеп келе жатыр ғой. Жылдан жылға енді мінекей таяу дос биламан болса күзге қарсы Жезқазғанның 60 жылдық мерекесі болайын деп отыр. Осыған енді әртүрлі мекемелердің завод, фабрикалар деген сияқты тағы басқа да құрылыс объекттер бәрі қаламызды жайнатып көркейтіп қойды. Сондықтан мынау біздің қаламыз мерекелі, берекелі болсын, Жезқазған бұтанса өркендей берсін. Артымызда өсіп келе жатқан жас жеткіншектеріміз біздің жолымызды қуып, Қазақстанымызға деген адал еңбегімен өркендеп өсе берсін. Кішкентай Олжас Қойшыбек ақсақалдың немересі. Өскенде ата жолын жалғастыруды ол әлі ойланған жоқ. Бірақ қазірдің өзінде өз жетістігі бар. Ол шахматтан жас өспірімдер арасынан облыстың 2 мәрте чемпионы. Енді 80 жылдардың дерегіне көз жүгіртелік. 1980 жылдардың басында Жезқазған музыкалық училищесі ашылды. Жезқазганец футбол командасы құрылды. Көтерілісші сарбаздар ескерткіші орнатылды. Алғашқы мешіт комбинатский елді мекеніндегі 2 бөлмелі үйде өз жұмысын бастады. Сонымен қатар, бүгінгі қалалық әкімшілік ғимаратының құрылысы мен тұрмыстық қызмет үйі құрылысы және бұрынғы Ленин, қазіргі Алашахан даңғылын абаттандыруда сол уақыттың жемісі. Енді бұдан басқа қандай жұмыстар атқарылғанын сол кездің кейіпкерінің өз аузынан естіп көрелік. В то время на городские дела всегда выделялось денег очень немного. Ол уақытта да қалада қаражат тапшы. Мәселен, жылу маусымы үшін комбинаттан ақша сұрайтынбыз. Өйткені қала түгелімен тау-кен комбинатының балансында. Әлі есімде, жеке қабылдауыма кем дегенде 40 адам өтінішпен келетін. Сонда сұрайтындары мәшине, кілем және пәтер.
Ал баспана ол кезде де күрделі мәселе. Тығырықтан шығу үшін комбинат пен Казмедстрой трестінің мүмкіндіктерін пайдаландық. Өз жұмысшылары үшін салынатын тұрғын үй қорының 10%-ын қала құзырына беруге оларды міндеттедік. Осылайша бюджеттік мекеме қызметкерлерінің пәтер тауқыметін шешіп отырдық. Сондай-ақ жаңа аэровокзал құрылысы үшін Ошақбай Асылбекұлы мен Қонаевтың алдына барғанымыз есімде қалыпты. Әрине, осыдан 30 жылғы бұрынғы оқиғалар осындай естеліктерімен құнды, мынандай сирек фотосуреттерімен тартымды. Бұл дүниелердің авторы әуесқой фототілші Бекет Түбековтің есімі арқа өңіріне кеңінен таныс. Уақыт көшімен сарғайып өткен мына суреттер Жезқазғанның 1970-80 жылдардағы жылнамасы. Ал бұл керемет туындылардың авторы осы өлкеге, осы аймаққа белгілі фототілші Бекет Түбеков ақсақал болатын. Бүгінгі сол Бекет Түбеков ақсақалдың мол мұрасын Бекеңнің баласы Ғабитен ие болып отыр. Мыңдаған фотопленкаларды қарап шығу оңай шаруа емес. Десек те, Ғабитен қолы бос уақытта мол мұраны сұрыптаумен шұғылданып жүр. Пленки хранятся в бобинах, здесь список. Пленкалардың барлығы мынадай қалбырларда сақталған. Қазір оларды біртіндеп сандық форматқа айналдырудамын. Әр пленканың сыртында толық мағлұмат жазылған. Әрине, кейбір деректер пленканың мазмұнына сәйкес келмей жатады. Ол кезде негативті қарап білгенімше түзетуге тырысамын. Әзірше менің іске асырғаным шамалы ғана. Алда 12 000 кадрды өңдеп шығу міндетті тұр. Бекет ағаның бір қылығына таңғаласың. Ешқандай да ақша алмай, жарты ғасыр бойы небір ордалы оқиғалардың ортасына жүріп, осы өңірдің жылнамасын жасады. Сөйтіп, елге деген құрметін фото өнер тілімен дәлелдеп кетті. Негізгі мақсатым сол бұрынғы өткен осыны қалауға, осындай жағдайға жеткізген көз алдында осы Жезқазғандағы адамдардың бейнелерін сақтау еді. Суретті кәсіп демеймін, бұл өнер, бұл ғылым, бұл адамға келешекке қадыратын белгі деп есептеймін. Фотошебердің соңында мол мұрасы қалды. Ендігі міндет осы құнды дүниелерді жүйелеп, ұлт руханиятына айналдыру. Уақыт табымен сарғайған суреттердің ішінен мына бейне көзімізге жылы ұшырай кетті. Мінберде сол кездегі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы Нұрсұлтан Назарбаев. 1982 жылдың қысында Нұрсұлтан Назарбаев Жезқазғанда қара және түсті металлургия мәселелері жөнінде партия ұйымдары хатшыларымен республикалық семинар кеңес өткізген. Алқалы бас қосудың айшықты фотодерегі осылайша сақталып қалыпты. 1980 жылдардың ортасында Айдос Үйтас жаңа су құбырының құрылысы басталды. Жаңа аэровокзал ашылды. Жергілікті телехабарлар түрлі түсті бейнеде көрсетіле бастады. Қаладағы ең биік 9 қабатты үй пайдалануға берілді. Нөмірі 65-ші шахта іске қосылды. 80 жылдар аяғы мен 90 жылдар басы кеңестер одағы күйреуінің белең алған өлері ашақ. Бұрынғы экономикалық байланыстардың сетінеуі әлеуметтік наразылықтың күшеюіне әкеп соқты. Ол уақытта енді жастау болғандықтан шығар күндіз күніменен жаңағы әртүрлі жиналысты өткіземді. Түнгі сменде мына мыс заводына, тоқыма фабрикасына, байыту фабрикасына кешкі сағат тамағымды ішіп аламын да сол жаққа кетем. Сосын солармен отырып жаңағы әңгімелесем, араласам, сөйтіп жүріп мен мына тұрмыстық қызмет мәселелері бар. Автобустардың жүретін маршруттары бар. Қай уақытта, қай жерде дұрыс сүт әкелінбейді, нан әкелінбейді деген замандардың бәрі мен сол кісілерден түнде естіп келемді. Ежкүп Бабаханов мырзаға, ол уақытта обкомның бірінші хатшысы, мен мына горисполкомның төрағасын ауыстыруым керек, себебі мен қанағаттанбай мына жұмысқа деп. Бізге еңбек ететін адам керек, ұлтын емес, еңбек ететін адам керек деп отырып алдым. Сонымен Талдыбай Қаленұлын горисполкомның төрағасы етіп сайладық. Екеуміз қосылып жұмыс істедік. Дегенмен де ол жылдарда Жезқазған қалыпты даму қарқынын толық жоғалтқан жоқ. Өндіріс өнімділігі мен қаланың көркейту шаралары үздіксіз жалғасып жатты. Тіптен сондай дүбәра кездің өзінде қазіргі Алашахан бұрынғы Ленин алаңында күн көсемнің асқа кескіргіші бой көтерді.
Қала көшелерін өзгертудің екінші бір екпінді кезеңі 1990 жылдың 13 қыркүйегіне дөп келеді. Сол жылы Жезқазған қалалық атқару комитетінің шешімімен қаланың ондаған көшелері өзгертілген. Ал тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап тарихи тұлғаларымыз өзінің тарихи орындарына орала бастады. Қаладағы ең алғашқы имандылық ордасының бой көтергенде сол кез. Осы ретте мешіт құрылысына облыс өңірінің барлық мұсылман қауымы қаржылай үлес қосқанын айта кеткен орынды. Сол облыс әкімінің орынбасары ретінде мен Жезқазған түсті металлургия комбинатының басшылығымен келісіп, сол Жезқазған түсті металлургия комбинатының біраз қаржысын әлеуметтік мәдени салаға құюға келісім шарт жасадық. Ғылымды, білімді, мәдениетті дамыту қорын құрып, ең қажетті деген бағыттарға тиісті жағдай туғызып, кейбір мәдени ошақтарына тиісті құрал жабдық алып беріп, кейбір бағыттарда ғимараттарды жөндеуден өткізіп, басты мақсат бұрынғы әлеуетті сақтап, жаңа мазмұнмен толықтырып, оны жаңа заманға бейім мәдени ошақтарына айналдыру еді. Сонымен қатар біз өзіміздің тарихымызды, өлкенің тарихын зерттеуге де назар аударып, сол мақсатта Ұлытау қорына қозғалысы жәдігер тобы бар, басқа да аймақтағы өлкетанушыларға да қолдау көрсеттік. Директорлар мен ұстаздардың қажырлы еңбегінің арқасында сол қиын жылдардың өзінде жоғары сапалы білім берумен ерекшеленді. Менің есімде сол кездегі министр болған марқұм Шайсұлтан Шаяхметов облысқа келгенде біздің кейбір мектептердегі оқусын ұйымдастыру деңгейіне, мектеп ғимараттарының ішіндегі тазалық, тәртіп және құрал жабдықпен жабдықталу деңгейіне қатты таңғалып еді. Шындығында қоғамның бетін ұлттық руханиятқа бұру үрдісінің негізі осылай қаланған. Бұл ретте көптеген тәуір бастамалар ел басқарған азаматтардың ел жанды әрекетіне тәуелді болатын. Мәселен, ұзақ уақыт бойы Жезқазған аталып келген қала атауы 1992 жылдың 8 қыркүйегінде Жезқазған болып өзгертілді. Қазақстанда тіл туралы заң өмірге келіп, қазақтар енді ғана өзінің ұлттық әдет ғұрып салт санасын есіне түсіре бастайтын уақыт болды. Осы уақытта біздің сол Жезқазған қаласында мектептің басшылары Шенеуова Написа апамыз бар, Қабден Шыңғысов ағамыз бар, Матишева апай бар, содан кейін Хакима Жомартбаева, Дәмет Артықбаева деген белгілі біздің өзі нағыз осы зиялы қауымдарды тәрбиелеген мектеп директорлары болды. Мен соларға сүйендім. Себебі негізінде елдің патриоттық сезімінің бәрі мектеп қабырғасынан басталады. Қалада көптеген мектептер салынды. Біз Рыбачи дейміз, Рыбачи кентінде. О жақта 9-шы мектеп салынды, жолдары салынды, қаланың іші өзгере бастады. Мына Торғай облысыдағы Серке Қошамқұлов атындағы драма театр келді. Ол біздің мәдени азаматтардың мәдени өсуіне үлкен септігін тигізді деп айта аламын. Арқалықтан қоныс аударып келген театр ұжымын Жезқазған жұртшылығы жылы жүз ыстық құшақпен қарсы алды. Құдайға шүкір, Қожамқұлов атындағы театр небір жүлделі орындардан кенде емес. 4 дүркін республикалық театрлар фестивалінде бас жүлде, енді гран-при деп жатады ғой, гран-при алған. Біздің осы Қазақстанда жоқ шығар деп ойлаймын. Енді бірінші, екінші орында айтпай қойғанның өзінде. Оның өзінде біздің осы Жезқазғанның, Ұлытау өңірінің көрермендерінің бізді бағалағанның арқасы деп ойлаймын. Бізге сенген деп ойлаймын.
Күні бүгінге дейін Құдайға шүкір осы залымыз ылық толып тұрады. Осы жылдар ішінде өнер ұжымы шалғайдағы емес, маңдайдағы театрға айналды. Ал республикалық театрлар фестивалін өз жерінде өткізуден үлкен тәжірибе жинақтаған Жезқазған театр меккесі атанды. Қазірде театрдың шығармашылық толысқан шағы. Жылына бірнеше мәрте жаңа қойылымдарды сахнаға шығарады. Театр репертуары бай, келешегі кемел. Бәрімізге мәлім, 90-жылардың бас кезінде елімізге оңай соққан жоқ. Бұрынғы одағы дырап, жоспарлы экономика құрдымға кеткен сәтте бір кәсіпорынның етегінде бой көтерген шағын қалалардан мән кетті. Дәл осы кезде Жезқазған облысының әкім болып, іскер басшы Қажымұрат Нағыманов тағайындалды. Жезқазғанды ол кезде шарасыздық жайлаған уақыт. Кетеу кеткен қаланың кейпі әлі күнге дейін Қажымұрат Нағымановтың көз алдында. Жалқаулықпен де күрестік, тәкаппарлықпен де күрестік, немқұрайдымен күрестік. Сана сезімдерге жоқ, сана сезім. Өзі көз алдын өтті. Келгеннен кейін не шешу керек бірінші. Жылу жоқ. Барып қарасам, 11 қазандық бар екен. Қыста жылу беретін. 11 қазандықтың біреуі сәл-сәл тұр, капитальный ремонттан кіргізу керек. Біреу жаңа ғана капитальный ремонттан шығып. Өңгөл өрі әлі дайын емес. Қыс қырасында уақыт тапшы, жылу маусымына дайындық жоқтың қасы. Не істеу керек? Ремонтқа сразу 6 қазандыққа кіргіздім. Қаланы тексердік, жоқ жылу. Штабтағы өтірік барды, судай өтірік. Өзіміз барып тексердік, жоқ. Жаңа Ерлан дегендерін басарым айттым. Сен сағат қазір 7-ге үлкен совещание жинап, теледидарды шақыр. Бүгіннен бастап шешінеміз, суға сүңгейміз бауырым. Бізде басқа мал жоқ. Күнде кабинет отырып жұмыс істеу болмайды ол. Біз шықпасақ ешкім білмейді. Әр 4 сағаттан кейін мен штаб өткізетін боламын. Кабинет өткізем бе, далада өткізем бе, ТЦ өткізем бе, білмейсің. Түкіл халыққа беру. Халық қарап olsun, қалай жұмыс істеп жатқанымызды. Сенім пайда болсын. Жылыту орталығындағы қауырт жұмысты теледидарға шығару халықтың назарын тартудың ұтымды жолы еді. Ондағы мақсат қалалықтарды осы іске жаппай жұмылдыру болатын. Құлап жатқан шаруаны көтеру үшін сондай әрекет керек болды деп ойлаймын. Өзімді ұйықтам жоқ, орынбасарымда ұйқы жоқ, далада да жүрдік, жұртты да көрсеттік. Ремонттайтын уақыт жоқ. Соны ілдап айлап қайттан жіберу керек. Ол 3 күнге жатайды, 4-ші күні жарылады тағыдан. Бір орыстың жасы 50-лерге келген жігіті келді. Журналист говорит, у меня идея есть, как быстро узнавать. Вот так вот я пойду, брезент одену на себя, и на меня, говорит, струю воды шлангами лейте, говорит, а я при этом буду говорить, и вы быстрее будете делать внизу. Артан бір машин приоритеттім. Бүкіл акимат барлығы нелерді. Бюджетниктер салдым ғой, дежурство. Давай, жылу керек па? Давай, жұмыста керек жоқсыңыздар. Керек жоқсың жұмыста. Мынау жылу болмай, акиматта қандай жұмыс екен? Оларды қойып. Содан кейін әрбір қазандыққа анау ответственно қойып қойым. Мен шайда өзім сонда директор кабинетіне жаттым. 4 айғы тегеурінді жұмыстың арқасында жылыту орталығының ақауы жөнделіп, пәтерлерге жылу беріле бастайды. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылған жоқ. Бір күн сағат 10-да, кешкі 11 кезінде отырмын. 10-шы этажда отырмын. Ленин көшесі ме? 4-5 етін гейзер дейтін біз. Енді бір қарап жүрсе, запылал. Бүкіл гейзер. Енді аралап қарды. Қарбыстау керек. Әйтпесе түк қылмайды. Давление көтермесең, жылу бармайды. Мынау жүрмейді. В общем, заложник дейді. Проектировка сұрайды. Ой, проектирование шегін көріп. Бір ай керек. Астында труба жатыр. Бізге соны айырбастау керек.
Проектердің сөзін айтқанда, анау проект бар. Просто ананың орнына салу керек. Проектке бір ай, екі ай кеткізгенше дейін. Жанына параллельно. Вот ананың қандай схема бар, клапаны бар, езгибі бар, сондай ғып асфальт. Оны бір айда періп шығардым. Тағда тығырыққа тірелген жауапты сәт. Жедел әрі оңтайлы шешім қабылданбаса, бүкіл қаланы мұз құрсауына айналдыру қаупі туындайды. Бұл Жезқазғанның басты көшелерінің бірі Алашақан даңғылы. 1990 жылдардың орта кезіндегі жылу жүйесіндегі ақаулық дәл осы көшенің бойында орын алған еді. Сондықтан да жаңа жылу жүйесін жасау үшін оған жобалау жұмыстарына бір айы уақыт керек болды. Ал бұрынғы ескі құбырды айырбастауға тағы да соншама уақытқа жетеді. Дәл осыста сол кездегі облыс әкімі Қажымұрат Нағыманов тәуекелшіл қадамға барады. Ол бұрынғы ақаулы жүйені теспей, оның жанынан тағы да қосалқы жылу жүйесін жасауға бел буады. Сөйтіп, бір ай ішінде 100 метр жылу жүйесі жасалынып, қала мұз қарсауынан аман қалады. Сол уақыт Жезқазған тарихындағы ауыр жылдардың бірі ретінде қала жылнамасы мен тұрғындар санасында ұзақ уақыт сақталары анық. Жағдайдың күрделі болғаны соншалық, Жезқазғанның 40 жылдық мерейтойы аталмай қалды. Экономикалық тоқырау тұсында оған өкінудің реті де жоқ еді. Сарыарқаның сағымымен бір құшқан, сәулетіммен сәніменен нұр құшқан, салтанатты Жезқазғанның қаласы, асты алтын үсті күміс Гүлістан. Жезді бойы жез қалам, жер түбінен жез далам, алтын қалам кең далам, сенен ұшқан тойға